Каналға қош келдіңіздер. Сіздермен майсөк және жент дайындайтын боламыз. Ең алдымен сөгімізді жақсылап 3 қайтара жуып, қайнаған су құйып, тұзбен араластырып, бетін жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. Уақыт өткен соң судың бәрін өзіне сіңіріп, құп-құрғақ болып, осындай болып шығады. Және де ақ матаны төсеп, жарты сағат 1 сағатқа шамалы суынан құрғатып аламыз. Міне бізде жарты сағат уақыт өтті. Әбден құрғады біздің сөгтеріміз. Қатты құрғақ емес, ылғалдықтан арылу қажет. Енді қантымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Қанша мөлшер екенін астында описаниеден көре аласыз. Сары майымызды саламыз және де жақсылап араластырамыз. Маған қолмен өте ыңғайлы, сондықтан қолмен араластырдым. Майдың бөлме температурасында болғаны жақсы араласады. Біздің міне майсөктеріміз дайын болды. Осылай формаға келтіру үшін кесеге салып, үстіне қатты басып, домалақ формаға келтіріп, тарелкаға саламыз. Міне осымен біздің майсөктеріміз дайын. Ал енді жент дайындаймыз. Ең қарапайым түрі талқан. Менде сөктің талқаны, оған қантты салып, жақсылап араластырып аламыз. Және де бөлме температурасындағы сары майымызды қосамыз. Маған қолмен өте ыңғайлы, сондықтан қолмен араластырдым. Қалғанын салып, барлығын толықтай араластырамыз. Міне біздің женттеріміз формаға келейін деді. Жаймен деп домалақтап, өзіңізге қалаған пішінде дайындай бересіз. Қонақтарыңызға дайындасаңыз, өте дәмді, керемет. Осымен біздің женттеріміз дайын болды. Әсемдік үшін кішкене сахарный пудра септім. Домалақ және сопақ формада дайындадым. Мен сияқты майсөктің шетіне әсем деп қойсаңыздар да болады. Каналға жазылып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.